Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздермен өте ерекше дәмді болып пісетін борщтың рецептісімен бөлісемін. Бізге керекті заттар: ет, капуста, қызылша, сәбіз, пияз, сарымсақ, лавр жапырағы керек болады. Қазанымызға суымызды құйып, етімізді салып, 1 сағаттай жай отта қайнатып аламыз. Капустамызды осылай ұсақтап тураймыз. Менде бір үлкен емес, орташа капуста турадым. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Видеодағыдай үккіштен өткізіп аламыз. Қызылшамызды осылай үккіштен өткіземіз. Қызылшаңыз үлкен болса біреуін, егер кішкентай болса 2 қызылша саламыз. Сорпамыздың көбігін алып тастаймыз. Тұзымызды саламыз. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Сарымсағымызды тураймыз майдалап. Етіміз 1 сағат шамасында қайнап пісті. Пісіп қалған етімізді сорпамыздан шығарып аламыз. Суытып, ұсақтап, осылай ұсақтап турап, сорпамызға қайта саламыз. Етімізді салып алдық. Енді ұсақтап туралған капустамызды саламыз. Сорпамызға капустамызды салып, астын жай қоямыз. Бөлек тапамызға енді майымызды құйып, қызып тұрған майымыздың үстіне пиязымызды, сарымсағымызды салып, қуырмалап аламыз. Осы жерде қалауыңызша томат пастасын салсаңыз да болады. Үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салып, тағы да бұқтырамыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Қызылшамызды саламыз. Бұқтырылып піскен қызылшамыздың үстіне 1 шай қасық уксус саламыз. Уксус бұл қызылшамыз борщта осылай өзінің светін ұстап тұру үшін, және дәмі керемет болады. Жарты шай қасық қант саламыз. Қант бұл уксустың дәмін жеңіп кетеді, және өзгеше дәмді қылады. Жаркамызды борщымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып, бір қайнатып аламыз. Үстіне қара бұрышымызды саламыз. Лавр жапырағымызды кішкене осылай ұшын жағып, кішкене азырақ жағып қосамыз. Бұл өзгеше дәм береді борщымызға. Және өз қалауыңызша аскөк саламыз. Тағы да бір қайнатып, астын өшіріп, бір 10 минуттай қойып қоямыз. Борщымыз дайын. Осылай құйып берсеңіздер болады. Ас болсын жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.